Құрметті төраға, құрметті үкімет мүшелері, қадірлі әріптестер. Біз Аманат фракциясының депутаттары ойын бизнесіне қатысты заң жобасына өзгеріс енгізуді, атап айтқанда бүкіметтік кеңселер жұмысын қатаң бақылауға алуды, олардың жарнамасына шектеу қойып, лудоманиямен күресті шұғыл күшейтуді былтырдан бері талап етіп келеміз. Бұл мәселе қазір дабыл қағатындай дәрежеге жетіп отыр. Енді әрекет етпесек, себебімен салдарымен күресуімізге тура келеді. Өздеріңізге мәлім, Қазақстанда құмар ойынға тәуелді болған жастардың қатары соңғы жылда күрт өсті. Мұны біз депутаттық сауалдарымызда, халықпен болған кездесулерімізде айтып келеміз. Мәселен, еліміздегі әрбір 4-ші жас бүкіметтік кеңселерде бәс тігеді. Бұл дегеніңіз 1 миллиондай жас азамат құмар ойынның жетегінде жүр деген сөз. Осыдан болар, былтыр бүкіметтік кеңселердің жылдық айналымы 1 триллион теңгеге жетті деген бейресми ақпарат бар. Құмар ойын еліміздің демографиясына да айтарлықтай зауалын тигізіп отыр. Ажырасатын әрбір 10 жұптың жетеуінің осы лудомания себеп болған. Бұрын тұрмыстық зорлық-зомбылыққа негізгі себеп маскүнемдік болса, қазір оны құмар ойынға шалдыққандар басы озды. Ол аз десеңіз, 2022 жылы елімізде 3676 адам өзіне қол жұмсап қайтыс болса, олардың әрбір 5-шісінің себебі лудомания. Өкінішке қарай бұл дерт қазір әскерде де кең етек алды. Бұрын борышын өтеп жүрген сарбаздар арасында әлімжеттік бар болғанымен суицид өте сирек кездесетін. Біз бәріміз әскерде болдық, оны ішінен жақсы білеміз. Қазір әлімжеттік азайғанмен сарбаздардың өзіне қол жұмсауы жиілеп кетті. Олардың көбі құмар ойынның шырмауына шыға алмай, осындай радикалды қадамға барып жатыр. Бұл үлкен трагедия. Сонымен қатар қазір қылмыс жасайтындардың 20% лудомандар екені белгілі болды. Олар бәске тігетін ақша таппайынша жаны тынышталмайды. Алдымен қарыз алады, сосын ұрлық, тонау секілді қылмыстарға барады екен. Мәселен, Талдықорғандағы балалар ауруханасының бухгалтері бюджеттен 109 миллион теңгені ұрлап, ақшаны бәске тігіп жеңіліп қалған. Қызылордада да банк қызметкері салымшылардың 600 миллион теңгесін ұрлағанын естіп жағамыз ұстаған еді. Ол да бұл қаражаттың жартысын бүкіметтік кеңселерде жеңілгенін мойындады. Шымкентте мектептердің бірінде жұмыс жасайтын программист ондаған ноутбук ұрлап алып шығып, оларды сатып түскен ақшасын бәске тіккен, бүгінде бәрі жазасын өтеп жатыр. Маңғыстау облысы Бейнеу ауданында 36 жастағы азамат лото-клубты жағып, оны арнайы видеоға түсіріп, өзі осы пәленің құрбаны екенін ашық айтты. Оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Жуырда ғана Алматы облысында 2,5 миллион теңге үшін әйелін және 2 баласын өлтіріп, оларда жағып жіберген қылмыскер де лудоман болғаны анықталды. Айтпағым, қазір құмар ойынға жұмысшы жастар ғана емес, көзі ашық, зиялы азаматтар да тәуелді болып барады. Бұған жоғарыда айтқан мысалдарым дәлел. Демек, біздің дабыл қағуымызға толықтай негіз бар. Құрметті әріптестер, шынында да бұл өте үлкен проблема. Мұның қоғамға тигізер залалы нашақорлықтан да, алкогольге тәуелділіктен де ауыр болайын деп тұр. Үкімет тарапынан бұл бағытта атқарып жатқан жұмыстарға көңіліміз толмайтыны анық. Мысалы, ұлттық экономика министрлігі бүкіметтік кәсіпкерлерді жақтап, және атамекенмен бірге айырбыны әлі күнге дейін бермей отыр. Ойын бизнесін ұйымдастырушыларға, олардың лоббисттеріне қарсы батыл нақты қадам көрмедік үкімет тарапынан. Атап айтсақ, бүкіметтік кеңселер айына миллиардтаған ақшаны жарнамаға аямай құюды. Міне менің қолымда телефон бар. Елнұр Сабыржанович жіберді маған. КСЛ СМС жібереді. 3% бонусов за пополнение счета Олимпет, XBet, Тенниси, Париматч, Pinup.kz через суперприложение КСЛ дейді. Міне осы жерде Қазтелекомның өкілі отыр. Ақпарат мәдениет министрлігінің өкілі отыр. Сіздер мына неге тимайсыздар? Әлде сіздер солармен біргесіздер ме? Телеарналар, ресми интернет сайттары, YouTube арналары, TikTok, Instagram, Telegram сияқты әлеуметтік желілерде осы барлық ақпаратты құралдар арқылы арнайы аудиторияға арналған бүкіметтік кеңселердің жарнамасы толып жүр. Одан қалса кейбір қоғамдағы пікір лидерлері, белгілі блогерлер, медиа жұлдыздар да осы зиян жүйені жарнамалап жүр. Осы ретте біз 7 шақырымда аталған мәселемен тыңғылықты айналысып, заң жобасын дайындадық. Аманат депутаттардың 50-ден астам нақты ұсыныстары үлкен айқаймен, даумен, тіпті президенттің араласуымен үкіметтің оң қорына алынып жатыр. Әлі де бермей жатыр, жаңа естідіңіздер өздеріңіз. Біле білсеңіздер, заң жобасы осыдан тура бір жыл бұрын жасалып, үкімет қорытындысына жіберілген. Міне бүгін Ермек Боранбайұлы Аманат депутаттары негізгі нормаларын ресми министрлік атынан арнайы таныстырып өтті. Қолдағаныңызға сізге рахмет. Осы мәселеде сіздің табанды позицияңызды мен жақсы білемін. Енді мен жаңа сіз айтқан концептуалды нормаларға тоқтамай қояйын, кейбір мәселелерді заң жобасындағы айтқым келеді, акцент беріп. Бірінші, максималды түрде біз бүкіметтік кеңселер мен казинолардың жарнамасын шектейтін боламыз.
Олар енді үйлердің қасбеттерінде, фасадтарында, ғимараттарда, құрылыстардың қоршауларында, көлік құралдарында сыртқы жарнамаға тыйым салынады. Интернет ресурстарда, ресми сайттарда, телеарналар мен радиода, ерзінді баспа басылымдарында, кинобеттерінде жарнамаға толық тыйым салынады. Екінші, ойнау жасына келмеген азаматтардың құмар ойындарға және бәстіге қатысуын шектейміз. Оларға заңсыз ойын ойнауға мүмкіндік берген заңды тұлғаларға 1 миллионнан 3,5 миллион теңгеге дейін айыппұл салынады. Үшінші, онлайн казино ұйымдастырушыларына қылмыстық жаза қолданылады. Олар 5 жылға бас бостандығынан шектеледі, немесе 17 миллион теңге айыппұл салынады. Төртінші, өтелмеген алименттік және несиелік қарызы бар азаматтарды құмар ойынға бәстігуге құқығын шектейміз. Бесінші, аламатиктерді жоямыз. Әріптестер, дәл осындай нақты нормалар жасалды, үкіметпен пысықталып жатыр. Депутаттардың ұсынған қосымша бәстігу жасын 21 жастан 25 жасқа дейін көтеруді ұсынамын. Қолдайсыз ғой, министр мырза? 21 емес 25 қылуымыз керек. Өйткені 21 жастағы жастардың көбі студент, жұмыссыз, өмірде әлі орын таппаған азаматтар. Олардың қолында қаржы жоқ. Бұл норманы біз алдын ала талқыладық. Министрлікпен жаңа айтып өттім, жан-жақты қолдау бар деп есептейміз. Екінші, бұл кеселмен күресу үшін, оның ішінде қазақ жастарын қорғап қалу үшін лудомания, лудоман сөздерін адамның ар-ожданына тиетін етіп өзгертуіміз керек. Мысалы, нашақор, алқаш, маскүнем деген сияқты сөздерді естігенде азап ойын қаза болады. Сол сияқты лудомания, лудоман терминін қазақшалап, құмарқор, ойынқор, ажал ойын деген сияқты сөз сөркестерін пайдалануымыз керек. Адамның жүрегіне тиетін, кәдімгі шошытатындай сөздерді біз қолдануымыз керек. Енді осы аударманы лингвисттермен, филологтармен қолға алғанымыз жөн. Енді тағы бір айтатын мәселем соңында, биліктің мақсаты жалпы бұл халықтың әл-ауқатын көтеру және мемлекеттік қауіпсіздігін сақтау. Бизнестің мақсаты ол пайда табу. Сондықтан егер де біз Қазақстанның болашағын ойлайтын болсақ, лудоманияны құртуымыз керек. Рахмет.